Қыздар ендігі кезекте осы кезге дейін тіккен төртбұрышты және үшбұрышты өңіршегіміздің осы формаларының ортасын байланыстырамыз. Байланыстыру үшін бұны мононитпен тігетін боламыз. Ол үшін ең шетіндегі моншақтан жібімізді өткізіп аламыз. Сосын бекітіп аламыз, бір-екі рет байлап. Бір бездер, бір моншақ, сосын бір бездер, бір моншақ алып, сонда екі бездер, екі моншақ болады. Соны осыны алып өткізіп, төрт бұрыштыдағы ақ моншақтың ең шетіне жібімізді өткіземіз. Мінекей. Осылай шығады. Осы төрт бұрыштың ең шетіне байланыстырамыз. Ең шетін қатты нығыздап тартамыз. Енді былай қаратамыз, теріс қаратып. Енді осы арасына бір моншақты тастаймыз да, келесі үшінші моншақтан шығып, ақ моншақтан шығып, тағы бір бездер, бір моншақ, бір бездер, бір моншақ. Осы моншақтарды алып, манағы үшбұрышты формадағы моншаққа жалғастырамыз, ақ моншаққа. Келесі қатарды да дәл осындай етіп тігеміз. Ол жақта да арасына бір моншақ салып, осылай тігетін боламыз. Шашың қара көмірдей, қасың иген темірдей, көзің дала көліндей, ерінің сүйген еріндей, қыпша белің майысқан құмыраның беліндей, әдемі қыз екенсің, менің келіншегімдей, менің келіншегімдей. Қыпша белің майысқан құмыраның беліндей, әдемі қыз екенсің, менің келіншегімдей, менің келіншегімдей. Қиындыққа берілмей, оңайлықпен жеңілмей, сын айтқанға сөгілмей, мақтағанға семірмей, тура жолмен жүретін көп көзіне көрінбей, салмақты қыз екенсің, менің келіншегімдей, менің келіншегім. Осылай екінші жағында тігіп байланыстырамыз.